Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз бен құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашардың 15-ші мәзірін ұсынамын. Бізге тағамға наурыз көже. Бұл пайдалы, әрі дәмді болып шығатын қазағымыздың ұлттық тағамдарының бірі. Жеңіл жасалынатын хит салаттардың бірі және де етті бәлішіміз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен наурыз көжемізден бастайық. Тап-таза суымызға етімізді, қазымызды салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осылай көбігі шығады. Көбігін алып тастаймыз дағыны орташа отта 2,5 сағат пісіріп аламыз. Тұзын салуды ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін мінекей етіміз пісіп шықты. Сол суға көжемізді жалғастырып пісіре беретін боламыз. Менде жүгері, бидай, маш және арпа. Етімізбен 5-ші су, тұзымыз бар, айранымыз бар, 7-8 ингредиенттен тұрады. Алдымен жүгеріміз бен бидайымызды салып 40-60 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өте ұзақ пісетін болғандықтан осы екеуін бірінші салдым. Жақсылап араластырып пісіре береміз. Енді біз салатымызға кірісейік. Капустамызды кубиктап турап шығамыз. Тұздалған қиярымызды да, ірімшігімізді де, қызанағымызды да кубиктап турайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Салаттың неше түрлісі, тағамның неше түрлісі оңай жасалатын түрімен көрсететін боламын. Жұмыртқамызды да кубиктап тураймыз, бірақ ағын бөлек, сарысын бөлек алып алыңыздар. Сарысы бізге бетіне себуге қажет болады. Ағын кубиктап турап, салаттың ішіне қосып жіберсеңіздер жақсы. Кішкене дәміне қарай тұзын сеуіп қойып қоямыз. Енді көжемізді көрейік. Жүгеріміз бен бидайымыз пісіңкіреді. Енді үстіне машымызды және перловка, яғни арпамызды салып 1 сағаттай пісіретін боламыз. Дәміне қарай тұзын салып алыңыздар. Осы жерде жақсылап араластырып, жай отта пісіре береміз. Енді етті бәлішімізді жасай бастайық. Қаймағымызға ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды салып, үстіне 1 қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышты салып, араластырып барып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз иленді, енді біраз уақытқа тындырып қоямыз. Салмасын жасайық, табамызға кішкене майымызды құйып, тартылған етімізді саламыз. Менде сиыр еті. Кішкене жақсылап қуырып жібереміз дағыны. Үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Жақсылап араластырып жіберіп, капустамызды және картошкамызды салып жібереміз. Жартылай пісіреміз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып алыңыздар. Мінекей көжеміз пісіп шықты, өте дәмді болды. Қазір ыстық, суытып жіберсеңіздер болады. Етіміз де пісіп қалды. Оны бір ыдысқа салып суытамыз. Қамырымыздың үстіне ыстықтай салмаймыз. Мінекей наурыз көжеміз әр ыдысқа құйып, осылай айранын 2-3 қасық өзінің қалағанынша құйып берсеңіздер болады. Болмаса бүкіл кастрөлдің ішіне айранды құйып араластырып қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Етті турап бетіне саламыз. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Тойымды біздің қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, жасап көріңіздер міндетті түрде. Енді қамырымызды илейік. Етті бәлішіміздің қамыры 2-ге бөліп аламын.
Қатты үлкен етіп жаймаймыз, өзіңіздің пісіретін формаңызға байланысты етіп жайып шығыңыздар. Мінекей менің формам 20-30 размерлі. Осы формамның үстіне пергамент қағазын төсеп барып, қамырымды жайып шығатын боламын. Енді үстіне жаңағы жартылай пісіп шыққан етім салмамызды салып шығамыз. Жайып шығыңыздар, толықтай жан-жағының барлығына тегістеп. Енді екінші қамырын жаятын боламыз. Ол беткаға батып, сол размерде жайып шықтық. Енді үстіне бір келкетіп төсеп, жан-жағын бекітетін боламыз. Шетін алдымен бір-біріне жабыстырып барып, одан кейін бүріп, түйіп шықсаңыздар болады. Әсемдік үшін өте әдемі көрінеді. Ортасын тесу міндетті емес, ол жай әсемдік ретінде мен тестім, сызып қойсаңыздар да болады. Енді бетіне бір жұмыртқамызды жарып жағып шығадымыз. Тек қана сарысын қолдансаңыздар да болады. Мен екеуін араластырып жақтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайындап қойған салатымыздың үстіне 1,5 қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оны бір тарелкаға әсемдеп, әдемілеп, көтеріп салып болғаннан кейін бетіне жұмыртқамыздың сарысын үгітіп, бетіне тауық ұзатып, әсемдеп қоямыз. Ол да бір дәм береді, әрі әдемі көрінетін болады. Міне, салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жеңіл салат әрі оңайша салат. Жасап көріңіздер. Мінекей, етті бәлішіміз де пісіп шықты. Өте ыстық болып тұр қазір. Қалағандарыңызша 3 бұрыштап, 4 бұрыштап кесе берсеңіздер болады. Дәмді болып шыққан тойымды пирог. Мінекей, салмасы қандай әдемі болып тұр. Ішіне ірімшік те қосып жіберсеңіздер, одан да дәмді бола береді. Жасап көріңіздер. Осымен менің ауызашарымның 15-ші мәзірі дайын. Наурыз көжеміз біздің ұлттық тағамымыздың бірі, және де хит болып жүрген салаттардың бірін жасадық, және де етті бәліш өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, оңай рецепттер. Менің каналыма тіркеліп алыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз, қазақша контентті қолдап жүріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.